Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Өткен сабақта біз Хелен Меридің көмегімен брауни пісірген болатынбыз. Ондағы мәселе сіздерді браунидың рецептімен таныстыру емес, жаңағы ағылшынның америкалық түрімен ауызекі сөйлеумен таныстыру болатын. Енді сол сөз болып қалмасын деп, мен бүгін сіздерге сол диалогты аударып, жаңа сөздермен таныстырғым келіп отыр. Ендеше бастайық. Сонымен, Hi Helen Mary, оны өздеріңіз түсіндіңіздер, сәлем Helen Mary. Hi Caroline, ол да сәлемдестіменмен. Келесі сөз мынандай болды. First of all, I thank you for this opportunity, making this lesson for my subscribers, and I appreciate your help. Жеке қарайтын болсақ, бұнда не деп тұр? First of all деген сөз, ең алдымен деген сөз. Ең алдымен, I thank you for this opportunity. Opportunity – мүмкіндік. Thank, сіздер білесіздер, алғыс айту. I thank you for this opportunity. Мен саған осы мүмкіндік үшін рахмет айтамын. Яғни ол қандай мүмкіндік? Making this lesson for my subscribers. Subscriber – орысша подписчик. Осы сөздің қазақшаға ыңғайлы бір аудармасы жоқ. Яғни ол көрермендер немесе тыңдармандар, жазылғандар деп айтпаймыз ғой адамдарды, дұрыс емес ол. Making this lesson for my subscribers. Менің көрермендерім, менің оқырмандарым үшін осы сабақты жасағаныңа рахмет айтамын деген сөз. And I appreciate your help. Appreciate жаңа сөз, етістік. Қандай да бір нәрсені бағалау. Іс-әрекетті, әкеңізді, шешеңізді, балаңызды, жолдасыңызды, адамды, іс-әрекетті бағалау. I appreciate your help. Сенің мен көмегіңді бағалаймын дегенді білдіреді енді. Okay, you are welcome. Оқасы жоқ. So, what are we gonna bake today? What are we gonna bake today? Осы жердегі gonna деген сөзге мән берейік. Бұл going to деген дұрыс етістіктің ауызекі тілде қысқарып қалған түрі. Мысалы үшін бізде өз тіліміз айтамыз ғой, болшы дегенде бош дейміз. Немесе мына батыс Қазақстан жақта келе жатырмыз дегенде келе жатырмыз дейді, отырмыз дегенде отырық дейді. Ауызекі тілде әр ел, әр өлкенің өзінің диалектісіне қарай сөздер өзгере береді. Ондай сөздер ағылшын тілінде де бар. Сондықтан да going to, gonna боп қысқарды. Яғни What are we gonna bake today? Біз бүгін не пісіреміз деген сөз. Оның дұрыс формасы I am going to make a cake. Біз бүгін торт пісіреміз. Ары қарай кеттік. Келесі сөйлемде дұрыс формасы алынған. We are going to make a dark chocolate fudge brownie. Dark chocolate fudge brownie. Яғни fudge жаңа сөз. Ол не? Молочная помадка дейді. Конфеттің түрі. Сондай бір сүтті конфеттің түрі. Яғни біздің жасап жатқанымыз сол сүтті конфеттің дәмі бар браунидің түрін жасаймыз деп айтып жатыр Хелен Мери. We are going to make сіздерге таныс. Келесі. What will you use for that? Ол үшін сен нені қолданасың? Use қолдану. What не? Сіздер оны білесіздер. Will оны да білесіздер. Көмекші шақтың келер шақтың кешіріңіздер, көмекші етістігі. I will go, мен барамын. I will read, мен оқимын. Біз оны өткенбіз. Яғни сен не қолданасың ол үшін? What ingredients are you gonna use for that? Қандай ингредиенттерді қолданайын деп жатырсың? Most of the ingredients are in a box. Ингредиенттердің көбі қораптың ішінде. In a package. Пакетте. Pre-mixed. Mixed араласқан. Pre алдын ала. Pre деген приставка қандайда бір іс-әрекеттің алдын ала жасалып дайын болғанын білдіреді. You need to add some oil. Add қосу. Some біраз, кейде қазақ тіліне аударылмайды деген біз оны өткенбіз. You need to add some oil. Май қосуыңыз керек. You need to add egg. Жұмыртқа қосуыңыз керек. And water. Су қосуыңыз керек деген сөз. And butter for the pan. Pan негізінде таба, мына жерде противень, духовканың табасы туралы әңгіме болып жатыр, оны майлайтын my butter. Okay, what utensils are you gonna use for that? Utensils – это столовые приборы, яғни асхана
не жабдықтар демейміз, қасық, шанышқы, ожау, соның бәрі бірігіп utensils деп аталады. Не қолданасың? Тағы да бізде gonna use, ауызекі тілдегі түрі. Екінші, ол не дейді? My favorite big red bowl. My, менің, favorite, сүйікті, big, үлкен, red, қызыл, bowl, тегеш. Тегеш. Так, ары қарай. A nice wooden spoon. Nice, жақсы, wooden, ағаш, spoon. Қалақша, қалақ, кешіріңіздер. And a measuring cup. Өлшейтін, чашкада. 1/3 cup. 1/3, үштен бір бөлігі. English units дейді. Ағылшын өлшем бірлігі деген сөз. Also, I use scissors to open the bag because I'm silly. Scissors, қайшы. Open, ашу, bag, пакет. Cause деген сөзге мән беріңіз. Бұл да ауызекі тілде because деген себебі деген сөздің қысқарып қалған түрі cause деп. Ары қарай кеттік. And what is this? Ал мынау не? Oh, sorry, this is a baking pan. Кешір, бұл духовканың табасы, baking pan. So, could you please comment as you go? As you go, бір қандай да бір істің өту барысы. Яғни, сол тортты жасап жатқан мезгілде әңгімелеп тұрасың ба дедім. I'd be happy to. Қуана деген сөз. Оның толық формасы I would be happy to, бірақ ауызекі тілде ол I'd be happy to деп қысқарады. Бұны сіз басқа сөйлемдерде қолдана аласыз. Мысалы үшін, would you give me a book? Маған кітабыңды бере тұрасың ба? Would you give me a book? I'd be happy to. Қуана берем деген сөз. Ары қарай. So, let's begin. Сонымен бастаймыз дейді. Okay, let's begin. First things first. Өзіңіз ағылшынша сөйлегенде қолдануға болады. Ең алдымен деген сөз. Ең алдымен. Turn on the oven. Turn on the сіздер білесіздер. Қосу, духовканы қосамыз. I have the oven set. Духовканы мен қостым дейді. According to the box. Қорапта көрсетілгендей. The box says. Қораплай дейді. I should do 350 Fahrenheit. Фаренгейт бойынша 350 градусқа қойым керекпін. English units. Ағылшын өлшем бірлігі. Which is about, шамамен, біздің жаңағы өлшем бірлікке аударғанда, 177. 177. So, oven is preheating. Тағы да, heating, ысу, қыздыру, қызу, pre алдын ала. Яғни біз алдын ала қыздырып дайындап қойдық. Духовканы сондықтан да preheating деп айтып жатыр Хелен Мери. Next, келесі, you need to prepare your pan. Жаңағы табаңызды дайындаңыз дейді. I'm gonna take a little bit of a hard butter. Мен қатты майдан бір кішкене аламын дейді. I'm gonna take. Тағы да ауызекі сөз. Little bit of a hard butter. Right, дұрыс. And we are going to put it all, coat the entire pan. Оны біз жағып деген сөз, міне put деген етістік арқылы біліп тұр. Coat деген қандай да бір краска, бояу, май соларды жағуды coat деп айтамыз. The entire pan, entire деген толық деген сөз. Толықтай жағамыз деген сөз табаған. Excuse me for interrupting you, Helen Mary. Сөзіңді бөлгеніме кешірім сұраймын, Helen Mary. I apologize for the background noise. I apologize, мен кешірім сұраймын деген сөз. Background, сырттан келіп жатқан шу үшін мен кешірім сұраймын деген сөз. Apologize for that. Осы үшін кешірім сұраймыз. No worries. Ештеңе етпейді деген сөз. No worries. Так, so we are coating the entire pan. Табаға жақсылап жағамыз. Make sure you get into the corners. Make sure көз жеткізіңіз деген сөз. Кез келген сөйлемде қолдануыңызға болады. Make sure you are safe. Қауіпсіз екеніңізге көз жеткізіңіз. Make sure you get into the corners. Corner бұрыштар, жаңағы табанның бұрышы. Табанның бұрышына жақсылап жаққаныңызға көз жеткізіңіз деген сөз. The oven is preheating. Духовка алдын ала қызып тұр. The pan is ready. Табамыз дайын. Next step. Келесі қадам. Step қадам. Next келесі. Next step is mixing the brownie mix. Келесі брауниға арналған қоспаны араластырамыз. Яғни ол алдын ала дайындалған, оның жаңағы қант, ванилин, тағы да басқа салынып дайындалып тұр. Excellent, тамаша.
as I said деген алдын ала айтқанымдай, осыдан бұрын айтқанымдай деген сөз. I'm not good at opening packages. Мен пакеттерді аша алмаймын. Мынау өте жақсы сөз тіркесі I'm not good at. Егер де сіз қандай да бір іс-әрекетті жақсы орындасаңыз, онда I am good at singing дейсіз. Мысалы үшін мен өлеңді жақсы айтамын. I am good at singing. He is good at playing домбыра. Ол домбыраны жақсы ойнайды деген сөз. Ал біз жаман істей алмайтын болсақ, онда I am not good дейміз. Міндетті түрде at, сосын етістікке ең жалғауын жасап айтамыз. I am not good at singing. Мен өлеңді жақсы айта алмаймын. I am not good at cooking. Мен тамақты жақсы жасай алмаймын. Осындай сөз тіркесі, жаңа сөз тіркесі естеріңізге сақтап алыңыз. Яғни, I'm not good at opening packages. Мен пакеттерді жақсы аша алмаймын. So I'm scissoring. Мен қиып жатырмын деген сөз. You could just use your hands. Ал сіз қолыңызбен ақ аша салуыңызға болады. Егер аша алсаңыз деген сөз. So you're gonna use the whole package. Яғни сен бір пакетті толық пайдаланасың. The whole package. Бір пакетті толық пайдаланамын. This is a flour. Бұл ұн яғни. Сонымен құрметті менің көрермендерім, осы жерден тоқтап диалогты екіге бөліп оқығанымыз жөн болар, өйткені сіздерге де тым көп ақпарат қабылдауға қиын. Біріншіден, екіншіден өте көп уақыт кетеді. Бүгінше біз осы жерден тоқтайық. Жаңа сөздерді есіңізге сақтап алыңыз, дәптеріңізге жазыңыз. Қаласаңыз Хелен Мери сөйлеген жерде тоқтат қойып, сол кісі қалай айтты, соған еліктеңіз. Сіз соғыстап еліктеп қайталағанда ғана сіздің жаңағы произношениеңіз, акцентіңіз сол сияқты болып түзеледі. Өзіңізбен өте көп жұмыс жасауыңыз керек, өйткені біз класста немесе курста оқып жүрген жоқпыз. Бұл жаңағы самостоятельное обучение, мен тек сізге көмек ретінде ғана сабақтарын өткізіп жүрмін деп айтқанмын. Бірінші бір сөзді қайталаңыз, оның қасына екінші сөзді қосып қайталаңыз, сосын сөз тіркесін, сосын бүкіл сөйлемді қайталаңыз. Сөйтіп қайталау арқылы сіздің артикуляционный аппарат дейді ғой, тамақ, таңдай, тіл, сөзді жаңағы дыбыстарды айтуға қатысатын біздің артикуляционный аппараттарымыз дайындалады. Оларға да жаттығу сияқты болады. Енді бір сіздерден сұрайын дегенім, мынаның ішіндегі жаңа сөздерді, үйренген жаңа сөздеріңізбен бір-екі сөйлем құрап, өзіңіз комментарийға қалдырыңыз. Мен қарап, оқып, дұрыс немесе дұрыс емес екенін сіздерге айтамын. Бұл бірінші шаруа. Екінші шаруа, осындай диалогтар сізге қажет болса, бұның сіздерге қандай да бір көмегі тиіп жатса, оны айтыңыз. Тиіп жатса, керек жоқ болса, оны да айтыңыз. Егер де осындай диалогтар керек десеңіз, басқа қандай тақырыпта түсіргенімізді қалайсыздар, оны да комментарийға жазсаңыздар, біз болашақта ескеріп, сол тақырыптарға диалог жазуға тырысамыз. Сонымен сабағымыз ұнап жатса, лүпіл басыңыздар, ойларыңызды, пікіріңізді қалдырыңыздар. Бүгінге тамам. Келесі кездескенше сау болыңыздар.